Закария және Яхия алейхиссалам, Имран әулеті. Арада біршама уақыт өткен соң Исраил қауымында Яқубтың ұрпағынан шыққан Имран әулеті деп аталатын ізгі кісілер пайда болды. Шын мәнінде Аллах Адам мен Нұхты және Ибрахим мен Имранның әулетін әлемдерге ардақты қылды. Әлі Имран сүресі 33 аят. Аталмыш Имран деген кісі Дәуіттің ұрпағы. Имранның қызы Мәриямның әпкесі және Исаның нағашы апасы Әшия деген әйел Закария пайғамбардың әйелі болатын. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Миғраж хадисінде екі бөленің Яхия мен Исаның қасынан өттім деген. Осы Имран әулетінде Иса пайғамбардың анасы Мариям дүниеге келді. Аллах тағала Мәриям Имран қызын мүміндер үшін мысалға келтірді. Ол абыройын сақтаған еді. Біз оған өзіміздің рухымыздан үрледік. Ол Раббысының сөздерін және кітаптарын растады әрі бойұсынушылардан болды. Тахрим сүресі 12 аят. Мүміндерге үлгі ретінде Аллах тағала Құранда Мәриямды осылай сипаттаған. Мәриям әлемдегі ең құрметті әйелдерден болды. Оның бұл қасиеттерін айғақтаушы көптеген хадистер келген. Аллах тағала алдында пенделер әуелі пайғамбарлар, сонан соң шыншылдар, одан кейін шахидтер, сосын игі адамдар дәрежесінде бөлінеді. Мәриям сол пайғамбарлардан кейінгі шыншылдар дәрежесінен иемденді. Мұнымен ол шахидтерден де жоғары тұрады. Мәриямның әңгімесі анасынан бастау алады. Закария пайғамбардың кезінде өмір сүрген Мәриямның анасы Бәйтүл Мақдистің ізгі діндар тақуа әйелдерінен болатын. Сол тұста Закария Бәйтүл Мақдистің діни істерін басқаратын. Ол Сүлейменнің ұрпағынан шыққан пайғамбар еді. Сонымен қатар ағаш ұсталығымен айналысатын. Әбу Хурайра, Аллах оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Закария ағаш ұстасы еді деген. Хадисті Муслим, Ибн Мәжах және Ахмад жеткізген. Сондай-ақ Мариямның әкесі де белді дінбасыларынан еді. Бұл дінбасылар Закарияның басшылығында Бәйтүл Мақдис мешітінде оңаша ғибадатханада отыратын. Сол кездегі қалыптасқан әдет бойынша кейбір адамдар Аллахқа жақындау ниетімен жаңа туылған ер балаларын Құдай үйінің қызметі үшін Бәйтүл Мақдиске атап нәзір ететін. Мұндай Құдай үйіне берілетін балалар азат деп аталатын еді. Яғни бұл балалар жастайынан мешітке беріліп, сонда тәрбиеленіп, ержете келе Бәйтүл Мақдистің қызметінде болатын және дүниелік істерден біржолата босатылатын. Дәл сол сияқты Мәриямның әңгімесі де оның анасының Бәйтүл Мақдиске бала нәзір етуінен басталады. Күндердің күнінде Имранның әйелі жүкті болып, құрсағындағы баланы Аллах үшін Бәйтүл Мақдиске атайды. Имранның әйелі: Раббым, мен саған құрсағымдағыны азат етіп атадым, менен қабыл ал, шынында сен барлығын естуші, толық білушісің деп айтқан еді. Ай күні жетіп босанған ана көңілінде абыржу пайда болды. Бұл абыржудың себебі оның қыз босану еді. Өйткені сол кездегі қалыптасқан әдет бойынша Бәйтүл Мақдиске қыз балалар алынбайтын. Аллах үйіне атаған баласының қыз болып туылғанына қынжылған ана қайтадан Раббысына: Раббым, мен оны қыз босандым деп дұға қылды. Аллах оның не босанғанын одан жақсырақ біледі. Қандай да ұл бала қыз бала секілді емес деп айтқан. Бұл Құдай үйіне атылған сәби қыз Мәриям болатын. Ол туылған кезде анасы Аллахқа: Мен оны Мәриям деп атадым. Өзіңнен оны және оның ұрпағын қуылған шайтаннан пана сұратамын деп дұға қылды. Әлі Имран сүресі 36 аят. Шайтан адамның бүкіл ұрпағын жек көретіндігінен кез келген нәресте туылғанда оны қолмен нұқиды екен. Міне, осы үшін Мәриямның анасы дүниеге әкелген сәбиі мен келер ұрпағына алаңдап, оларды шайтанның жәбірінен пана сұратып Раббысына дұға қылды. Ажлан, Аллах оған разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, адам баласынан әрбір туылған нәрестені шайтан саусағымен түртеді. Тек Мәриям бинт Имран мен оның ұлы Иса ғана бұдан тысқары деген. Хадисті Муслим және Ахмад жеткізген.
Аллах тағала Мәриямның анасының айтқан өтініштерін көркем даналықпен қабыл алып, ер бала мен қыз баланың арасын айырмай, өз үйі Бәйтүл Мақдиске ер балалармен қатар қыз баланың қызмет етуін жүзеге асырды. Бұл қалай болған еді? Сол ғасырдың ғұламалары бас қосып, қыз бала Аллах үйіне қызмет ете ала ма деген мәселені талқылады және қыз баланың мешітте қызметте болуына ешқандай кереғарлық таппай, Мәриямды Бәйтүл Мақдиске қабылдауға шешім шығарды. Оны Раббысы көркем түрде қабылдады және оны көркем түрде бой жеткізді, өсірді. Әли Имран сүресі 37 аят. Бәйтүл Мақдисте қалыптасқан тәртіп бойынша нәзірге келген әрбір балаға белгілі бір ұстаз кепіл болып, оны өз тәрбиесіне алатын. Кішкентай Мариям ғибадат үйіне алынғанда, оны өз кепіліне алуға ниет білдірген ұстаздар өте көп болды. Бәрі де оны тәрбиесіне алғысы келді. Олардың бұл сәбиге қызығушылығын арттырған нәрсе Мариямның пайғамбарлармен қатар аталатын текті отбасынан шыққандығы еді. Әкесі Имран, анасы да тақуа, діншіл әйелдерден болатын. Ақыр соңында көп талас тартыстан кейін бір келісімге келе алмаған олар, біз бұл ісімізге Аллахты төреші қылайық деп, бәрі қолдарына бір-бір қаламнан алып, оны өзенге лақтырды. Мұхаммед, олар таласып, қайсысы Мәриямды кепілдігіне алу үшін қаламдарын өзенге лақтырған кезде сен қастарында болған жоқсың. Әли Имран сүресі 44 аят. Бұл ұстаздардың арасында Закария да бар болатын. Барлық ұстаздардың қаламдары өзен ағысымен кетті де, жалғыз Закарияның ғана қаламы ағысқа қарсы жүзді. Сөйтіп, Закария Мәриямға кепіл болып, оны тәрбиесіне алды. Уақыт өте келе, Мәриям дүниелік істерден баз кешіп, өзін Тәңірі ғибадатына бағыштап, Аллахқа жан-тәнмен құлшылық етіп, елге ізгілігімен танылды. Ғибадатшыл тақия Мәриямның бойынан кереметтер бой көрсете бастады. Бір күні Закария қыс мезгілінде Мәриямның бөлмесіне кіргенде, оның алдында тұрған жаздық жеміс-жидектерді көрді. Ол уақытта бүгінгідей жеміс-жидектерді сақтаудың алуан тәсілдері және сақтау құралдары жоқ еді. Тіпті Закария бұл кереметтің бір емес, бірнеше рет куәсі болады. Закария оған, Мәриямға, михрабқа қай кезде кірсе де оның алдынан бір ризық несібе көрінетін. Ал бұл әдеттегі азық еместі. Закария, әй Мәриям, бұл сенде қайдан пайда болды деп сұрағанда, ол, бұл Аллахтың алдынан деп жауап беретін. Аллах тағаланың сол әйелге көрсеткен құрметі сондай, тіпті оған періштелер Раббысының алдынан ризық әкелетін. Аллах қалаған пендесіне есепсіз ризық береді. Әли Имран сүресі 37 аят. Кім Аллахтан қорықса, оған шығар жол береді және оны өз ойламаған жерден ризықтандырады. Талақ сүресі 2-3 аяттар. Яхияның дүниеге келуі. Мәриямды тәрбиелеп өсірген Закария оның бойындағы осыншалықты қасиеттерді көріп, әуесі кетіп, өзі де бір бала сүйгісі келеді. Бұл кезде ұлы Яхия әлі туылмаған еді. Закарияның жасы 100-де, ал әйелінің жасы 99-да еді делінген. Жасы 100-ге иек артқан Закария Аллах тағалаға жалбарынып дұға тілек етеді. Аллах тағала, Мұхаммед, бұл Раббыңның құлы Закарияға деген мейірімнің естелігі. Бір кездегі ол Раббына құпия дауыспен жалбарынған еді. Раббым, сүйегім қаусап, басым ағарды, дегенмен саған қылған тілегім босқа кетпеген еді. Шынында мен өзімнен кейінгі ізбасарларынан қорқамын. Әйелім болса кемпір, сонда да маған өз қасыңнан бір мұрагер бере көр. Ол маған мұрагер болып, әрі Яқуб ұрпағына да мұрагер болсын. Раббым оны разылығыңа бөле, дегенді. Мәриям сүресі 2-6 аяттар. Сол арада Закария Раббысына жалбарынып, Раббым, саған қасынан игі ұрпақ бер, әлбетте сен тілекті естушісің, деді. Әли Имран сүресі 38 аят. Аллах тағала оның дұғасын қабыл алды. Сонда оның тілегін қабыл алып, оған Яхияны бердік және әйелін бедеуліктен түзеттік. Олар жақсылықтарда алдында болуға ұмтылатын еді. Бізден үміттене әрі қорқа тілейтін, әрі олар бойысына берушілерден болды. Әнбия сүресі 90 аят. Закария михрабта намаз оқып тұрғанда періштелер, Аллах сені Аллахтың сөзін растаушы ел ағасы, нәпсісіне әрі ізгілер қатарынан пайғамбар болатын Яхиямен сүйіншілейді, деп үн қатты. Әли Имран сүресі 39 аят. Аллах тағала, ей Закария,
расында сені бір ұлмен сүйіншілейміз, оның есімі Яхия. Бұрын оған ешкімді аттас қылмаған едік, деді. Закария таң қалып, Раббым, менде бала қайдан болады? Әйелім болса кемпір, расында өзімде кәріліктен қурадым, деді. Міне осылайша, деді періште, Раббың, ол маған оңай. Өйткені сені бұрын жаратқанымда да дәнең емес еді, деді. Закария, Раббым, маған бір белгі бер, деді. Аллах, сенің белгің сап-сау бола тұра 3 тәулік адамдармен сөйлесе алмайсың, деді. Мәриям сүресі 7-10 аяттар. Сонымен Аллах тағаланың кереметімен Закарияның жұбайы құрсақ көтеріп Яхияны дүниеге әкелді. Ол ер жетіп әкесімен қатар пайғамбар болды. Аллах тағала оны сипаттап, «Ей Яхия, кітапты мықты ұста», деп оған сәбилігінде ақ даналық берген едік. Әрі оған өз қасымыздан жұмсақтық, күнәдан тазалық бердік. Өзі де тақуа, әрі әке-шешесіне мейірімді болатын, зорлықшыл күнәқар емес еді. Оған туылған күні, өлер күні және қайта тірілер күні амандық болсын, деген. Мәриям сүресі 12-15 аяттар. Яхияның өлтірілуі. Сонымен Закария мен Яхия қауымдарының арасында пайғамбарлық міндеттерін жалғастырып жүрді. Сол тұста Исраильдіктерді бір залым патша билейтін. Бірақ патшаның бұл екі пайғамбарға ешқандай қысасы жоқ еді. Бір күндері осы патша туған ағасының қызының сұлулығы мен сымбатына қызып үйленгісі келді. Қызда патшаның бұл бейбастығына қарсы бола қоймады. Шешесі де келісімін берді. Десе де олар мұндай некенің харам екенін өте жақсы білетін. Сондықтан олар Яхиядан рұқсат алғылары келеді. Осы ниетпен көптеген тарту таралғылар жасап, Яхияның көңілін ауламақ боп пәтуа сұрады. Сонда Яхия жұрт алдына шығып, ағасының қызына үйленуінің харам екенін жариялады. Бұдан соң жұрт сөзінен қорыққан патша ол қызға үйленуден бас тартады. Бірақ патша да, қыз да Яхияға тістерін қайрап қалады. Бір түні әлгі қыз патшаның алдында ән салып, би билеп, алуан түрлі қылықтарымен оны өзіне еліктіреді. Патша оны төсекке тартқысы келгенде, ол бұған тек өзіне үйленсе ғана келісетіндігін айтады. Патша, мен саған қалай үйленем? Яхия бұған тыйым салды ғой, дегенде, қыз, маған Яхияның басын әкел, менің қалың малым сол болсын, деп шарт қояды. Мұнысымен қоймай, шартының сол сәтте дереу орындалуын талап етеді. Нәпсісі қозып еліккен патша пайғамбарды өлтіруге әскер жібереді. Шабармандар Яхияны ғибадат орында отырған жерінде өлтіріп, кесілген басын легенге салып патшаға алып келеді. Сөйтіп, залым патша пайғамбардың басын легенмен әлгі салдақаға сый ретінде тартады. Міне Исраил қауымының азғындағы. Бір риуаятта, мұнан кейін патша ел ішінде өзіне қарсы бүлік туынан қауіптеніп, Закарияны да өлтіреді делінсе, басқа риуаятта ол өз өліммен өлген делінген. Осылайша әкелі балалы екі ұлы пайғамбар азғындардың қолынан қаза құшты. Бұл кезде Исаның жасы 30-дан асып қалғанда, ол Яхия дүниеге келгеннен кейін 3 айдан соң туылған еді делінген. Закария мен Яхияның қиссасынан алынар өнеге. Закарияның кәрілікке жетіп, Аллах тағаладан перзент тілеуінде әрбір балаға құштар пендеге өнеге бар. Аллах тағала Ибрахим мен Закарияға қартайған шағында бала бергендей, өзінің мейірімі түскен пендесіне қалаған уақытында перзент береді. Иса алейхиссалям. Исаның дүниеге келуі. Мәриям Закарияның тәрбиесінде бой жетіп, Бәйтүл Мақдистің шығыс жағынан оңаша бір орын алып, барған сайын Аллах тағалаға деген ғибадатқа тереңдей берді. Осындай пәк құлшылық ғибадатпен Мәриямның 15 жыл өмір өтеді. Осы 15 жасында оның өмірінде бір ұлы оқиға болды. Бұл оқиға пайғамбарлардың ұлы бестігінің ішіне кіретін Аллах елшісі Исаның дүниеге келуі еді. Бұл ұлы қиссаны Аллах тағала біздерге қияметке дейін мәңгілік үлгі етіп қалдыру үшін өзінің ұлы кітабының Мәриям сүресінде баяндаған. Бір күні Аллахтың бұйрығымен Мәриямның алдына адам бейнесіндегі Жебрейіл алейхиссалам келді. Оның періште екенінен Мәриям бейхабар еді. Үстіне бейсауат кіріп келген ер адамнан сескеніп қалған Мәриям, егер сен тақуа болсаң, сенен Рахманнан пана сұраймын, деді.
Өйткені Мариямның бөлмесіне ұстазы Закария және оның мұны қызметін атқаратын немере ағасы Юсуф Нажжардан басқа ешкім бас соқпайтын. Сол кезде Жебірейіл алейхиссалам: «Мен сенің Раббыңның елшісімін, саған бір пәк бала беру үшін келдім» деді. Оның бұл айтқанына Мариям таң қалып: «Мен еркекке жақындаспасам, не әлде бір бұзықтық іс істемесем, менде бала қайдан болсын?» деп жауап қатты. Сонда Жебірейіл: «Сенің Раббың осылай деді. Ол маған жеңіл және біз оны адамдарға аят ғибрат әрі өзімізден бір мейірім етеміз» деп Аллах тағаланың сәлемін жеткізіп, Мариямның омырауына дем үрледі. Кеуде қуысынан кірген дем жатырға еніп, Мариям бала көтерді. Ай күні жақындаған сайын Мариям бойындағы баланы айналасындағы адамдарға қалай түсіндіруді білмей қатты састы. Әбден сарсаңға түскен ол баланы елсіз бір жерге барып босануға шешім қабылдады. Сөйтіп, адам көзінен аулаққа жеке шықты. Сол кезде толғағы басталып, оның азабы өзін бір қурап қалған құрма ағашының діңіне алып келді. Толғатып жатып, оның ойы сан саққа жүгірді. Мәселе ар-ождан, намыс, абыройға тіреліп, адамдар бұған не айтады деген сұрақтан өзге көңіліне ештеңе келмеді. Тән азабы мен жан азабын қатар тартқан Мариям: «Мен бұл болмай жатып өліп кеткенімде, атым өшіп ұмыт болғанымда ғой» деген ойға барды. Осылай көп азаптанған Мариям ана адамзат тарихындағы ұлы пайғамбарлардың бірі Исаны дүниеге әкелді. Елсіз далада жападан жалғыз босанған Мариям қатты әлсіреп қалғанда, сол кезде оның төмен жағынан ғұламалардың кейбірі ол Жәбірейіл еді десе, кейбіреулері ол Иса еді дейді. «Қайғырма, Раббың астыңнан бір ағын су әкелді» деген үн келеді. Мариям ол судан ішіп әл жинады. Қайтадан: «Құрманың діңін сілкі, саған жас піскен құрма түседі» деген әлгі үн қайта естілді. Сондай-ақ Аллах тағала Мариямға: «Одан же, іш, тоятта, қорықпа, егер бір адам баласын көрсең, мен Рахман үшін ауыз бекіттім, бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін де» деген нұсқау берді. Бұл аяттағы «мен Рахман үшін ауыз бекіттім, бүгін ешбір адаммен тілдеспеймін» дегенді қалай түсінеміз? Ол замандағы оразаның бүгінгі исламдағы оразадан ерекшелігі сөз сөйлеуден де тыйылу еді. Бұл олардың шариғатына тән. Ал біздің шариғатымызда сөзден де тыйылатын оразаға тыйым салынған. Бұған дәлел, бірде пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, күн астында тұрған кісіні көріп, адамдардан: «Бұл кім?» деп сұрайды. Адамдар оған: «Бұл Әбу Исраил. Ол ораза тұтып, отырмастан аяғында тік тұруға, көлеңкелемеуге және сөйлемеуге ниет еткен» деп жауап берді. Сонда пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, адамдарға: «Оған айтыңдар, отырсын, көлеңкеге барсын, сөйлей берсін және оразасын аяғына дейін жеткізсін» деді. Хадисті Әл-Бұхари жеткізген. Демек, оразаның мұндай түрі біздің дінімізде ғибадат болып саналмайды. Бір-бірінің артын ала келген уақиғалардан кейін Мариямның көңілі тынышталып, ерік-жігерін жинақтап, нәрестесін алып Бәйтүл Мақдиске келді. Оны көрген бетте адамдар өзара: «Мариям, баламен бе?» деп күбірлей бастады. Оларға осыншалықты діндарлығымен танылған Мариямның жасырын босанып келуі тосын жағдай еді. Адамдар оның айналасынан жиналып қалды. «Ей Мариям, сен бір аса ауыр күнәлі нәрсемен келіп тұрсың ғой. Ей Харунның қарындасы, сенің әкең жаман кісі емес еді, шешең де арсыз еместі» десті. Олардың Харунның қарындасы деулерінде Харун пайғамбар мақсат тұтылып отырған жоқ. Мариямның ізгілігімен танылған Харун атты ағасы болатын. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, олар балаларына алдыңғы пайғамбарлар мен ізгілердің есімдерін қоятын деген. Хадисті Муслим, Ән-Насаи, Әт-Тирмизи және Ахмад жеткізген. Мариям оларға ешқандай жауап қатпай қолындағы сәбиді меңзеді. Адамдар: «Біз құндақтағы кішкентай нәрестемен қалай сөйлесеміз?» дегенде нәресте тілге келіп: «Расында мен Аллахтың құлымын. Ол маған кітап берді және мені пайғамбар етті. Ол мені қайда болсам да құтты қылып, тірі жүргенімде намаз бен зекетті өсиет етті. Сондай-ақ мені анама мейірімді етіп, зорлықшыл, бақытсыз қылмады. Маған туылған күнімде, өлер күнімде және қайта тірілер күнімде Аллахтан амандық болсын» дейді. Мариям сүресі 18-33 аяттар. Міне Аллахтың мұғжизасы.
Жөргектегі нәресте ақида, иман, ғибадат, әдеп мәселелерінде теңдессіз сөздер айтты. Көпшілік алдында нәресте осы сөздерді айтқаннан кейін бұған біреулер сенді, ал біреулер сенбей, бұл сиқыр шығар деген күмән келтірді. Ал яһудилер Мәриямға мүлдем сенбей, оны салдақы деп, ал оның ұлы Исаны салдақының баласы деп атайтын болды. Олардың бұл қателіктерін әшкерелеп Аллах Тағала: олар қарсы шығулары әрі Мәриямға зор жала жапсырған сөздері себепті Аллахтың лағынетіне ұшыраушылар деген. Ниса сүресі 156 аят. Исаның балалық шағы. Иса Бәйтүл Лахм деген жерде дүниеге келген еді. Ол нәресте кезінде сөйлегенімен, кейін бала сөйлейтін жасқа келгенше сөйлемеген делінген. Бала кезінен ақ оның бойында мұғжизалар бой көрсеткен, ал яһудилер болса бұл баладан шындап сескенді. Бұл сескеністің басты себебі Иса ержеткеннен соң өздерінің пасық әрекеттерінің әшкерленуінен қорыққанды. Ұлының амандығына алаңдаған Мәриям көбіне яһудилердің дұшпандық әрекеттерге баруынан сескеніп, мүмкіндігінше қалада болмауға тырысты. Сондықтан Бәйтүл Мақдистің маңындағы бір төбені мекен етті. Олар мекен еткен төбе Құранда Мәриям ұлы мен оның анасын бір ғибрат қылдық, екеуін бір бұлақты жайлы тепсең жерге орналастырдық деп айтылған. Муминун сүресі 50 аят. Исаның пайғамбарлық міндеті. Иса ержеткенде көркем мінез құлықты, өте ізгі жігіт болып қалыптасты. Ол 30 жасқа келгенде пайғамбарлық беріліп, оған Інжіл түсті. Осылайша ол Тәуратты растаушы кітаппен келіп, адамдарды Аллах жолына шақыра бастады. Аллах Тағала пайғамбарлардың ізінше алдындағы Тәуратты растаушы етіп, Мәриям ұлы Исаны жалғастырдық. Әрі оған ішінде туралық, нұр болған алдындағы Тәуратты бекітуші, сондай-ақ сақтанушылар үшін тура жол, үгіт түрінде Інжілді бердік деген. Маида сүресі 46 аят. Иса тарихтағы өзге пайғамбарлар сияқты белгілі бір қауымға, яғни Исраильдіктерге жіберілді. Аллах Тағала сондай-ақ Исраиль ұрпақтарына елші етеді деп айтқан. Исаның ұлы мұғжизаларының бірі жансыз мүсінге жан бітіру еді. Бұл мұғжиза Құран кәрімде Исаның тілінде: шын мәнінде сендерге Раббыларыңнан мұғжизамен келдім, сендерге құстың мүсіні іспеттес жасап, оны үрлеймін, сонда Аллахтың бұйрығынша құс болады деп айтылған. Сондай-ақ оның тағы бір ұлы мұғжизасы тума соқырлар мен алапестерді жазу болатын. Аллахтың рұқсатымен анадан тума соқырды, алапесті жазамын. Ол тума соқыр яки алапес адамды келіп сипаса, олар айығып жазылып кететін. Бұған қоса, ол адамдарға үйлерінде не жейтінін, нені сақтап қойғандарын бұлжытпай айтып беретін. Үйлерінде не жеп, нені қойғандарынан хабар берем. Расында бұл жағдайда иман келтірген болсаңдар, сендер үшін әрине өнеге бар. Ал оның ең ұлы мұғжизасы өліктерді тірілту еді. Өліктерді тірілтемін. Әли Имран сүресі 49 аят. Деректерде оның 4 өлген адамды тірілткен айтылады. Сондай-ақ аятта да өліктерді деп көпше түрдегі сөз қолданған. Бұл араб тілі грамматикасы бойынша мұнда жағдайдың 3 яки одан көп қайталанғанының дәлелі. Иса Тәураттың кейбір үкімдерін өзгертті және қауымын тек бір Аллахқа ғана ғибадат етуге шақырды. Аллах Тағала бұл жайында Құранда Исаның тілінде: сондай-ақ сендерге алдымдағы Тәуратты растаушы әрі Раббыларыңнан сендерге харам етілген кей нәрселерді халал ететін аят келтірдім. Аллахтан қорқыңдар да маған бойұсыныңдар. Негізінен Аллах менің де Раббым, сендердің де Раббыларың. Оған құлшылық қылыңдар, тура жол осы деген. Әли Имран сүресі 50-51 аяттар. Исаға ерген хауарилер. Яһудилер Исаға қарсы шықты. Оның соңынан санаулы хауарилер ізбасарлар ғана ерді. Аллах Тағала: сонда Иса олардан қарсылық сезген кезде: Аллах жолында жәрдемшім кім болады деді. Хауарилер: біздер Аллах үшін көмекшіміз, Аллахқа иман келтірдік, куә бол, біз шынайы мұсылманбыз деді. Әли Имран сүресі 52 аят. Әй мүміндер, Мәриям ұлы Исаның хауарилерге: Аллах жолында көмекшілерім кім болады дегенде, хауарилердің: Аллах жолында біз көмекшіміз дегендеріндей Аллахтың көмекшілері болыңдар.
Сонда Исраил ұрпақтарының бір тобы қарсы шықты. Иман келтіргендерді дұшпандарына қарсы қолдадық. Сондай-ақ олар дұшпандарынан үстем болды деп айтқан. Саф сүресі 14 аят. Осылай бар болғаны 12 хауари иман келтіріп, оның соңынан ерді. Алайда сонда да болса олардың имандарында екі-үштілік бар еді. Бұл дүдамалық оларды өзге мұғжизалар аз болғандай Исадан мұғжиза ретінде көктен бір дастархан түсіруді талап етуге итермеледі. Аллах тағала сонда хауарилерге «Маған әрі елшіме сеніңдер» деп білдірген едім. Олар «Біз сендік, шынайы мұсылман болғанымызға куә бол» деген еді. Сол уақытта хауарилер «Әй Мариям ұлы Иса, Раббың бізге көктен бір дастархан түсіре ала ма?» деді. Иса «Егер иман келтірсеңдер, Аллахтан қорқыңдар» деді. Хауарилер «Біздің одан жегіміз келеді, жүректеріміз орнықсын, әрі сенің бізге шын айтқаныңды білейік, сондай оған куә болушылардан болайық» десті. Мариям ұлы Иса «Уа Аллах, Раббымыз, бізге көктен дастархан түсір. Әуеліміз бен соңымызға мереке әрі сенен бір белгі болсын, бізді ризықтандыр, сен ризықтандырушылардың ең абзалысың» деді. Аллах «Күдіксіз, мен ол дастарханды түсірем. Сонда егер одан кейін сендерден кім қарсы келсе, шынайы түрде мен оны дүниеде ешкімді азаптамаған азаппен азаптаймын» деді. Деген. Маида сүресі 111-115 аяттар. Бір деректе хауарилердің тілегі қабыл болып, Аллахтың әмірімен оларға көктен дастархан түсірілді де, олар содан дәм татты делінсе, келесі бір хабарда мүлдем түспеген деп айтылған. Анығы Аллахқа мәлім. Исаның көкке көтерілуі. Исраилдіктер Исаның бойында осыншалықты мұғжизалар бой көрсетіп жатқан соң, адамдардың жаппай оның соңынан еріп кетуінен, әрі өз діндерінде қауіп келуінен қорқып, олардың дінбасылары пайғамбарға қарсы қастандық ойластырды. Бұл ойларын сол аймақта римдіктерге арқа сүйеп, үкім жүргізіп отырған патша арқылы іске асырғылары келіп, оған Исаның зор беделі, оның тағына қауіп тудыратынын айтып, иландырады. Сөйтіп, патша Исадан шынымен ақ қауіптене бастайды. Нәтижеде оны өлтіру үшін шамармандарын жібереді. Сол кездегі ең бір азапты түрде өлтіру тәсілі жазалыны дар ағашқа, яғни креске керіп, аяқ қолдарын шегелеп, бірнеше күн бойы іліп қою еді. Нәтижеде жазалы адам тыныс жетпей өлетін. Залым патша Иса пайғамбарға осы жазаны қолданбақ болды. Бұл кезде Исаға пайғамбарлық міндет жүктелгеніне небәрі 3 жыл, ал оның өзі 33 жаста болатын. Яһудилер оны өлтіруге анық кіріскен кезде Аллах тарабынан оған қатысты тағы да бір ұлы мұғжиза бой көрсетті. Ол Исаның көкке көтерілуі еді. Абдуллах ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, бұл оқиғаны әңгімелей отырып, Аллах Исаны көкке көтеруді қалаған кезде ол жолдастарына келді. Үйде хауарилерден 12 кісі бар еді. Ол үй ішіндегі бұлақтан шықты, басынан су тамшылап тұрды. Сөйтіп ол: «Расында сендердің араларыңда маған иман келтіргеннен кейін 12 рет күпірлік танытатын біреулер бар. Қайсыңа менің ұсқыным дарып, орныма өлтірілсе, сол менің мәртебеме ортақ болады» деді, яғни жәннатта. Сонда олардың ең жасы болып табылатын бір жігіт орнынан тұрды. Иса оған: «Отыр» деп сөзін тағы қайталады. Тағы да әлгі жігіт орнынан тұрды. Иса оған отыруға бұйырып, сөзін тағы қайталады. Қайтадан әлгі жігіт орнынан тұрып: «Мен» деді. Сол кезде Иса: «Сен солсың» деді. Сөйтіп, оған Исаның ұсқыны дарыды да пайғамбар үйдің төбе тесігінен көкке көтерілді. Исаны іздеп келген яһудилер ұқсасын алып кетіп, оны өлтіріп, дар ағашқа керді. Сонан соң хауарилердің кейбірі Исаға иман келтіргендеріне қарамастан 12 рет күпірлік танытып, 3 топқа бөлініп кетті. Кейбіреулері: «Аллах өзі қалаған мерзім аралығында біздің арамызда болды да, сосын көкке көтеріліп кетті» деді. Олар яқубиялар. Бір тобы: «Аллахтың ұлы өзі қалаған мерзім аралығында біздің арамызда болды да, сосын Аллах оны өзіне көтеріп әкетті» деді. Ол настурилер. Ал бір тобы: «Біздің арамызда Аллахтың құлы әрі елшісі қалағанша болды да, сосын Аллах оны өзіне көтеріп әкетті» деді. Бұлар мұсылмандар. Бірақ екі кәпір топ мұсылмандарды жеңіп, оларды өлтірді де Аллах Мұхаммедті, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, жібергенге дейін исламның ізі жоғалды.
Пайғамбар, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Аллах тағаланың иман келтіргендерді дұшпандарына қарсы қолдадық, сондай-ақ дұшпандарынан үстем болды деген сөзінің мәнісі осы деген. Саф сүресі 14 аят. Мұны Муслим мен Ан-Насаи риуаят еткен. Аллах тағала сондай-ақ Аллахтың елшісі Мәриям ұлы Иса Масихты өлтірдік дегендіктері себепті негізінде олар оны өлтірмеді де, дарағашқа кермеді де, бірақ оларға ұқсатылды. Расында ол жайында қайшылықтағылар әрине одан күдіктенуде. Олардың оған байланысты мәліметтері жоқ, бірақ күмәннің ғана соңында. Олар оны анық өлтірмеді. Жоқ, керісінше Аллах оны өзі жаққа көтерді. Аллах өте үстем, зор хикмет иесі деген. Ниса сүресі 157-158 аяттар. Иса қиямет қайымның белгісі. Ақиқатында Иса тірі көкте. Қиямет күні жақындағанда жер бетіне түседі. Аллах тағала күдіксіз, ол Иса қияметтің белгісі деген. Зухруф сүресі 61 аят. Ал пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, жаным қолында болғанмен Аллахпен ант етем, сендерге Мәриям ұлының түсуі жақын қалды. Ол әділ билік жүргізіп, крестерді сындырады, шошқаларды өлтіреді, соғысты жояды, мал дүние асып-тасып, оны алатын ешкім болмай қалады. Тіпті бір ғана сәжде дүние мен ондағылардан қайырлы саналады деген болатын. Хадисті Әл-Бухари мен Муслим жеткізген. Иса Құран кәрім мен Мұхаммед пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, сүннетін басшылыққа ала, мұсылмандарға 7 жыл билік жүргізсін. Сосын кәдуілгі адам өліммен дүние салады. Абдуллах ибн Амрдан, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Аллах Мәриям ұлы Исаны жібереді. Сосын адамдар екеуі ара дұшпандық жасамайтын 7 жыл тұрады. Содан соң Аллах Шам жақтан салқын жел жібереді. Жер бетінде жүрегінде шаңның тозаңындай жақсылық немесе иманы бар адамды қалдырмай жанын алады деген. Хадисті Муслим риуаят еткен. Иса пайғамбардың сипаттары мен қадір қасиеттері жайлы. Оның түр-тұлғасы жайлы пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Исра түні Исаға жолықтым. Орта бойлы, моншадан шыққандай қызыл реңді екен. Хадисті Әл-Бухари жеткізген. Исаны, Мұсаны және Ибрахимді көрдім. Иса қызыл шырайлы, шымыр денелі, кең кеуделі екен. Хадисті Әл-Бухари жеткізген. Түнде түсімде қағбада екем. Қарасам өте сұлу қоңырқай түсті, тараулы шашы иығына соғылған, басынан су тамшылап тұрғандай, қолдарын екі кісінің иығына қойған. Бір кісі қағбаны тауап етіп жүр екен. Мен, бұл кім деп сұраған едім. Мәриям ұлы Масих делінді деген. Хадисті Муслим риуаят еткен. Оның реңінің бір хадисте қызыл шырайлы, ал бірінде қоңырқай деп сипатталған ғалымдар қызыл қоңыр реңді болса керек деп түсіндіреді. Оған тәңірлік 4 кітаптың бірі Інжіл түсті. Аллах тағала оған Інжілді бердік, онда тура жол мен нұр бар деп айтқан. Хадид сүресі 27 аят. Бұл жерде Інжілдің түпнұсқасы туралы айтылған, ал бүгінде христиан әлемінде қолданылып жүрген Інжіл кітабы түпнұсқадан ауытқып, алшақ кеткен. Аллах тағала тарабынан оған анық мұғжизалар беріліп, Жәбірейіл алейхиссалам арқылы қуатталды. Аллах тағала Мәриям ұлы Исаға анық мұғжизалар беріп, оны қасиетті рух Жәбірейіл арқылы қуаттадық дейді. Бақара сүресі 87 аят. Ол жөргекте сөйлеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жөргекте ұшақ сәби сөйлеген. Иса және исраилдіктердің арасында Журайш есімді бір кісі болатын. Ол намаз оқып жатқанда анасы келіп шақырады. Журайш жауап берейін бе, жоқ намазымды үзейін бе деп екі ойлы болып тұрғанда, шешесі: Тәңірім, оны салдақылардың дидарын көргенше өлтірме деп теріс дұға етеді. Журайш ғибадатханасында отырғанда бір әйел келіп оны айналдырады. Бірақ Журайш бас тартады. Сосын әйел бір қойшымен әуейі болып бір бала туады да, бұл кімнен дегендерге Журайждан деп айтады. Адамдар келіп, оның ғибадатханасын бұзып, өзін масқаралап тілдейді. Сонда Журайш дәрет алып намаз оқиды да әлгі сәбиге келіп: Әй бала, әкең кім деп сұрайды. Жөргектегі бала: Пәлен деген қойшы деп жауап қайтарады. Адамдар Журайшқа
ғибадатханаңды алтыннан қайтып тұрғызып берейік пе дегенде, жоқ, лайдан тұрғызыңдар дейді. Сондай-ақ израильдіктерден бір әйел баласын емізіп отырғанда жандарынан сымбатты бір аттылы кісі өтеді. Әйел, Тәңірім, баламды осы секілдет деп дұға қылады. Сонда бала емуін тоқтатып, әлгі аттылы кісіге бұрылып, Тәңірім, мені оған ұқсатпа деп қайта бұрылып, емшек емуін жалғастырады. Сосын олар бір күңнің қасынан өткенде әйел, Тәңірім, баламды мұндай етпе деп дұға қылады. Сонда бала қайтадан емшек емуін тоқтатып, Тәңірім, мені оған ұқсат дейді. Шешесі, не үшін деп сұраған еді. Аттылы кісі зорлықшыл біреу, ал мына күң әйел, адамдар оны ұрлық қылды, зина істеді дейді, бірақ ол ондай істемеген деп жауап берді деп айтқан. Хадисті Әл-Бухари жеткізген. Ол жоғарыда айтылғандай туылған сәтінде шайтанның нұқуына ұшырамаған. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім Аллахтан өзге құдай жоқтығына, оның жалғыз серігі жоқ екеніне және Мұхаммедтің оның құлы әрі елшісі екеніне, сондай-ақ Исаның Аллахтың құлы әрі елшісі Мәриямға жолдаған сөзі мен рухы екеніне, жәннаттың хақ екендігіне және тозақтың хақ екендігіне куәлік берсе, Аллах оны жәннатқа оның 8 қақпасының өзі қалағаннан кіргізеді. Хадисті Әл-Бухари мен Муслим жеткізген. Егер кісі Мәриям ұлы Исаға, сосын маған иман келтірсе, оған 2 сауап бар деп өзімен бірге Исаға дұрыс иман келтірудің жәннатқа кіргізетінін айтқан. Хадисті Әл-Бухари мен Муслим риуаят еткен. Ол жаны жайсаң кісі болатын, қазымыр емес еді. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Мәриям ұлы Иса ұрлық жасаған бір кісіні көріп, ұрлық қылдың ба дейді. Әлгі кісі, жоқ, одан өзге құдай болмаған Аллахпен ант етем деді. Сонда Иса, Аллахқа иман келтірдім де көзімді жалғаншыға шығардым депті деген. Хадисті Әл-Бухари риуаят еткен. Иса пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, алдындағы соңғы пайғамбар болды. Онымен пайғамбарымыздың арасында ешқандай пайғамбар жіберілмеген. Аллах елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбарлар бір атаның ұлдары. Ал Мәриямның ұлына ең құқылы менмін, өйткені екеуміздің арамызда ешқандай пайғамбар болған емес деген. Хадисті Әл-Бухари жеткізген. Иса пайғамбар төңірегіндегі наным қайшылықтары. Адамдар Иса жайында көптеген көзқарастарға бөлінді. Біреулер оны Аллахтың ұлы десе, біреулер Аллахтың өзі, ал енді біреулер қасиетті үштіктің бірі деп шатасты. Аллах тағала ақиқатында Аллахтың қасында Исаның мысалы, Аллах оны топырақтан жаратып, бол дегенде болған адамның мысалындай. Әли Имран сүресі 59 аят. Міне осы, олар шүбаланған Мәриям ұлы Иса жайындағы Аллахтың хақ сөзі. Аллахтың баласы болуы мүмкін емес. Аллах тағала одан мүлде пәк, ол бір істің болуын қаласа, тек қана оған бол дейді, сонда ол болады. Мәриям сүресі 34-35 аяттар. Барлық мақтау бала емденбеген, әрі мүлкінде еш серігі болмаған, сондай-ақ әлсіздіктен көмекшісі болмаған Аллахқа лайық деп айт және оны асыра ұлықта. Исра сүресі 111 аят. Көмекшісі болмаған деген сөз, яғни Аллах тағала әлсіздер сияқты көмекшіге мұқтаж емес. Олар Аллах бала емденді десті. Расында өрескен нәрсе сөйледіңдер. Аллахқа бала таңғандықтарынан көктер шатынай, жер жарыла, таулар құлап түсе жаздайды. Негізінен Аллахқа бала лайықты емес. Көктер мен жердегі әркім Аллахқа құл болып келеді. Расында Аллах оларды түгендеп, бір-бірлеп санын біледі. Сондай-ақ олардың барлығы оған жеке-жеке келеді. Мәриям сүресі 88-95 аяттар. Мұхаммед, ол Аллах жалғыз, Аллах мұңсыз, ол тумады да туылмады, әрі оған ешкім тең емес деп айт деген. Иқлас сүресі. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, Аллах тағала адам баласы мені орынсыз жалғаншыға шығарды және орынсыз тілдеді. Мені жалғаншыға шығарғаны, ол мені алғаш жаратқандай қайта тірілтпейді деп айтқаны. Маған оны қайта тірілту алғаш жаратқандағыдан да оңай. Ал мені тілдегені Аллахтың баласы бар деп айтқаны. Мен жалғызбын, мұңсызбын, тумадым, туылмадым және ешкім маған тең емес деді. Хадисті Әл-Бухари жеткізген.
естіген нәрсесінде Аллахтан сабырлы ешкім жоқ. Олар оның баласы бар дейді, ал ол оларды кешіріп ризық береді деген. Хадисті Әл-Бухари риуаят еткен. Аллах тағала және расында Аллахты Мәриям ұлы Масих дегендер кәпір болды. Егер Аллах Мәриям ұлы Масихты және оның шешесін де тіпті біртұтас жердегілерді жоқ етуді қаласа, Аллахтан құтқаруға кім кепілде? Көктер мен жердің және екеуінің арасындағылардың иелігі Аллахта. Ол қалағанын жаратады, әрі Аллах әр нәрсеге толық күші жетуші. Маида сүресі 17 аят. Расында Мәриям ұлы Масихты Аллах дегендер кәпір болды. Негізінде Масих: «Ей Исраил ұрпақтары, Аллахқа құлшылық қылыңдар, менің Раббым әрі сендердің Раббыларың». Ал кім Аллахқа ортақ қосса, расында Аллах оған жәннатты харам етеді. Оның орны тозақ оты. Сондай-ақ залымдар үшін жәрдемші жоқ деген. Сондай-ақ Аллах үшеудің үшіншісі дегендер кәпір болды. Бір құдайдан басқа құдай жоқ. Егер олар бұл айтқандарынан тыйылмаса, олардан қарсы келгендерге күзетуші азап кезігеді. Сонда да Аллахқа тәубе етіп, кешірім тілемей ме? Аллах аса кешірімшіл, өте мейірімді. Мәриям ұлы Масих тек пайғамбар ғана. Одан бұрын да пайғамбарлар өткен. Оның анасы шыншыл еді, екеуі де тамақ жейтін. Мұхаммед, қара, оларға аяттарымызды қалай ашық баян етеміз, сонан соң қалай бұрылып бара жатқандарын көр. Мұхаммед, оларға Аллахтан өзге сендерге не пайда, не зиян келтіре алмайтынға құлшылық қыласыңдар ма? Негізінде Аллах бәрін естуші, білуші деп айт. Маида сүресі 72-76 аяттар. Сондай-ақ: «Ей кітап иелері, діндеріңде артық кетпеңдер және Аллах туралы шындықтан басқаны айтпаңдар. Шын мәнінде Мәриям ұлы Иса Масих Аллахтың елшісі. Оның Мариямға түсірген сөзі және оның тарабынан болған бір рух. Сондықтан Аллахқа және оның елшілеріне иман келтіріңдер, әрі үшеу деп айтпаңдар. Өздеріңе жақсылық болу үшін одан тыйылыңдар. Шын мәнінде Аллах жалғыз құдай, ол баласы болудан пәк. Аспандар мен жердегілердің бәрі оның иелігінде. Аллах қамқоршы болуда жеткілікті. Мәсих Иса Аллахқа құл болудан арланбайды. Сондай-ақ Аллахқа жақындатылған періштелер де. Ал кім оның ғибадатынан бас тартып тәкаппарлық қылса, таяуда ол олардың түгелімен өз құзырына жинайды. Ниса сүресі 171-172 аяттар. Қиямет күні Аллах: «Ей Мәриямның ұлы Иса, адамдарға: мені және анамды Аллахтан басқа екі тәңір етіп алыңдар деп айтқан сенсің бе?» дегенде, Иса: «Сен кемшілік атаулыдан пәксің. Өзімнің құқығым болмаған нәрсені айту маған лайық емес. Егер айтқан болсам, ақиқатында сен оны әлбетте білетін едің. Сен менің ішімдегіні білесің, ал мен сендегіні білмеймін. Әлбетте сен өзің ғана ғибадаттарды білушісің. Мен оларға: менің Раббым әрі сендердің Раббыларың, Аллахқа ғана құлшылық етіңдер деп сен бұйырғанды ғана айттым. Әрі олардың ішінде болған кезімде оларға куә болдым. Ал сен мені өзіңе алғаннан кейін оларға өзің бақылаушы болдың. Сен әр нәрсеге куәсің. Егер оларды азаптасаң, әлбетте олар өзінің құлдарың. Ал егер оларды кешірсең, ақиқатында сен аса үстем, өте данасың» дейді. Аллах: «Бұл шыншылдарға шындықтары пайда беретін күн. Оларға астынан өзендер ағатын жәннаттар бар. Олар онда мәңгі қалады. Аллах оларға разы, олар оған разы болады. Міне, осы ұлы жетістік» дейді. Аспандар мен жердің әрі олардағы нәрселердің билігі Аллахтың иелігінде. Ол әр нәрсеге күші жетуші дейді деген. Маида сүресі 116-120 аяттар.